Құрметті Жұбанбей, қош келдіңіз. Біздің сұхбатымыздың алғашқы қонағы болып келгеніңізге өте қуаныштымыз. Сізге қоятын біраз сұрақтарымыз бар еді, студенттерге қызық болатын, біздің мұғалімдерімізге қызық болатын. Өзіңіз жайлы айтып берсеңіз. Ең басты сұрағымыз осы өзіңіз туралы бір-екі факт айтсаңыз. Жақсы шақырғаныңыз үшін үлкен рахмет. Қуаныштым, менде бірінші болғаны өте керемет екен. Енді мен өзім 1973 жылы Түркияның Eskişehir деген қаласында туылғанмын. 1990 жылы İstanbul Üniversiteti Management факультеті дейді. Сол Business Administration деген факультеттің ағылшын тілі бөлімін бітірдім. 1994 жылы Қазақстанға келдім. Сол вақыттан бері Қазақстанда жұмыс істеп отырмын. Біраз жыл болып болды. 29. Алғашқы біздің мұғалімдеріміздің бірі деп айта аламыз. Сіз осы сонда СДУ-да қанша жыл болды істегеніңізге? Енді бұлай кішкене историяны айтып берейін мен. СДУ-да 18-19 жыл болды. 1994 жылы мына Аксай, Алматы Аксай Ушада орналасқан Қазақ-Түрк лицейінің ең алғашқы ағылшын тілі мұғалімі болам. Сол стройка кезінде ашқанымыз сол лицейді. 3 жыл сол жерде жұмыс істедім. Кейін 7 жыл Тараз қаласында сол кезінде Қазақ-Түрк есеп экономикалық колледж деп айтылатын. Қазір білім инновация жоғары колледжді сондай бір атын ауыстырған. Кейін 1 жыл Шымкентте жұмыс істедім Қазақ-Түрк лицейінде. 2005 жылы СДУ-ға келдім. Сол вақыттан бері 18-19 жыл болды десем. 19 жыл. 19. Бірақ бастамасы енді СДУ, білім лицей, СДУ барлығы енді бір сфера болғанда. Білім саласы ғой, білім тәрбие саласында жұмыс атқарып келе жатырмыз. СДУ туралы жайлы айтып кетсеңіз, не ұнайды сізге? Не үшін осы СДУ-ды таңдадыңыз? Артықшылығы неде осы жерде? СДУ-да ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп жатырмын. Маған ұнайтын ең жақсы несі біздің студенттердің айтқандай самый дружный университет дейді ғой. Шынымен де сондай коллективтің арасында, оқушылардың арасында ынтымақтық, бауырлық өте жоғары екен. Енді частный секторда мысал бір бастық, жұмыскер деген бір отношениеде кейде қатал оқиғалар пайда болса, біздің осы жерде басшылық болсын, бізге ешқандай не қысым жасамайды. Өзіміздің неміз бар. Достық атмосферасы. Атмосферасы жақсы. Жұмыс істеймін десеңіз, ғылым жасаймын десеңіз, білім берем десеңіз, білім алам десеңіз. Енді көріп тұрсыз ғой, мына қазір библиотекада отырмыз. Оқимын деген адамға, оқытам деген адамға әрқандай мүмкіншілік берілген. Беріліп істегеннен басқа несі жоқ. Сол жұмыс істегенде қиналмайсыз мына жерде. Сіз осы профессор болуды өзіңіз қалай шештіңіз? Сізге бір белгілі бір оқиға себеп болды ма? Немесе өзіңіз шабыттандыңыз ба бір жерден? Немесе армандап жүрдіңіз ба осы кіші кезінде? Шынын айтсам, кішкентай кезімде мұғалімдерді онша жақсы көрмейтінмін. Білім беру жүйесінің қаталдығынан шаршағанбыз. Сосын мен мұғалім болам деген ойым ешқашан болған жоқ. Бірақ университетке барғанда өзім экономика, менеджмент бұлай, газета, кітаптарды оқыдым. Бұлай қарасам, осы дүниенің қазір проблемаларының бәрі негізінде шешілуі өте оңай. Қиын проблемасы жоқ осы дүниенің. Проблема қайда жатыр? Адами капиталда жатыр. Білім мен тәрбие екеуі тең жүрмейтін болса, проблемалар ешқашан шешілмейді. Сосын бұлай ойладым да, мен қазір бір фирмаға кірем, жақсы ақша табуға болатын еді негізі. Бірақ мен осы
қандай пайда тигізем, мен ардымда не қалдырам деген ой пайда болды. Мен осы дүниеден озып кеткенден кейін менің ардымда не қалады деген сосын былай ойладым, осы дүниеге қалдыратын ең жақсы не? Балаларға білім мен тәрбие беру деп ойладым да. Сол бізде осы дүниеге бір кірпіш қалдырайық дегеніміз ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты бір. Иә, Абай атамыздың сөзі, иә. Академиялық жұмыс зерттеу, жеке өмірі арасында сіз қалай тепе-теңдікті сақтайсыз? Сізді демалуға көмектесетін хоббиіңіз бар ма? Өзіңіздің? Енді мынау өте қиын сұрақ. Мына work-life balance дейді ғой. Несінде? Кішкене қиын, бірақ бәрін жоспарлап осы өмірді сүрсе, жасалады ғой, жұмыс жасалады. Жоспар, планмен өмір сүргені жақсы. Екіншісі, бұлай мен өзім ерекше хоббилерім жоқ. Бір ғана хоббим бар, ол да отбасыммен жақсы уақыт өткізу. Отбасыңыз енді үлкен дегенде бар ғой. 4 қызым бар. Бірге шығасыздар, тауға шығып тұрасыздар ма? Так тауда тұрамыз ғой, шығудың керегі жоқ, есіктің алды тау. Маңғалды жағасында болды. Ең жақсы демалыс сол. Отбасыммен күліп ойнап уақыт өткізу. Керемет. Студенттерге оқу мен студенттік өмірден барынша пайда алу үшін қандай кеңес бересіз студенттерге? Осы жаңа новое поколение дейді орысша, қазақша жаңа ұрпақтарға. Жаңа ұрпақтар. Енді сол бухгалтерияны білетін адамдар біледі. Бәрі баланспен байланысты да, активтер мен пассивтердің тең болу дегендей. Әр адамның өзінің мойнында міндеттері бар. Университетке оқуға келген адам ең біріншіден білім алуға келеді. Бірақ мен көзқарасымша университет тек қана білім алатын жер емес. 17 мен 21 жас аралығындағы адам, мына біздің жастар, микро өлшек дейме, микро планда өмірдің несіні көреді. Келеді мысалы Қазақстанның түкпір қалаларынан осы жерде оқиды. Осы жерде басқаша орта, әке-шешесінің қолынан шығады, өмір сүрудің жолдарын өйренеді. Бұлардан біреуді осы өмірді планмен, баланспен өткізу. Енді кейде көреміз ғой, келеді әке-шешенің контролі жоқ, басқа нәрселермен айналасады, күледі, киноға барады, қыдырады, әріне оларда болу керек. Бірақ оқуда теңестіру керек екеуінің арасында баланс болмайтын болса, біреуінен қалады. Сонда сабақты да оқып, кешке қыдырып жүрсе? Бәріне планмен жасау керек. Осы өмір не 100% күлкі, не 100% сабақ оқу. Екеуінің ортасында несі? 50-50. 50-50, дұрыс. Егер сіз университеттегі қызметіңіздің бастаған кездегі уақытына оралып, өзіңізге бір кеңес бере алсаңыз, бұл қандай кеңес болушы еді? 2015 жылға оралсаңыз. Енді бұлай мен өз-өзіме кеңес беретін болсам, дегені мен бірден келді дұрыс жасаған жоқпын мағынасына келеді. Бір жерде қателестім, өзіме кеңес берем. Бұлай қатты бұлай қателескенім жоқ деп ойлаймын. Көп жылдар бойы беріліп сабақ бердік. Өкінетін момент тек қана магистратура мен докторантураны кішкене ерте бастап керек еді. Онда кішкене кешіктім. Бірақ әр нәрсенің өз уақыты болады. Енді уақыты сондай екен. Бірақ енді оқуды бітірген, қазір жақсы жерге келген оқушыларымды көргенде өкінбеймін. Қандай кітаптар, фильмдер, музыка естісеңіз, қайсы музыка сізді шабыттандырады, немесе кәсіби саладан сіз қызықтырады? Енді мен өзімді дамыту кітаптары бар ғой. Сондай кітаптарды оқығанды жақсы көрем. Нелерді
мотивационный нелер Türkçe kitaplar okuyayım da nesinde. Кейде бизнесте жетістікке жеткен кісілердің нелері, хикаялары болады, соларды кітапқа неткен. Сосын кино дегенде, кинода тек қана нені жақсы көрем. Шын өмірден алынған, адаптация жасалған киноларды жақсы көрем. Шын өмірде болған, based on a true story дейді. Музыкада да бұлай бір таңдауым жоқ. Kulağıma kaysı unaydı, соны тыңдай берем. Өзіңіз ұнататын 3 кітабыңызды айтасыз ба? Ерекше атап өтетін. Ne var? Ahmet Şerif İzgören деген kişinin kitapları жақсы. Onun бүкіл kitapları. Түрік жазушысы, иә? Türk жазушысы дегенде өзі бизнестен келген. Seminarlar, training beredi. Sol kişinin nelerine, seminarlarına neden YouTube'dan görüm кейде. И son kitapları, көп kitapları var. Sosun bala terbiyeleу туралы атын ұмытып қалдым. Bir profesör бар еді, son kitabı, bala terbiyesi туралы. Türkçe айтқанда қалай, mutluluğun anahtarı küçük şeyler дейді. Бақыттың кілті кішкентай нәрселерде жатады деген кітап. Тәрбиеге байланысты. Сондай кітаптар. Үшінші кітабыңыз қандай? Үшінші кітап роман. Роман десем болады. Виктор Гюгоның несі, Сефилдер. Miserable. Сіздің факультетіңіздің немесе университетіңіздің бір ерекше атап өтетін оқыту, зерттеу жағынан бір ерекше орынға ие болатын бір моменттері атап өтетін факультеттің қызықты. Енді бұлай айтқанымдай біздің СДУ-ның жалпы атмосферасы өзі ерекше. Akademiklerге еркіндік беріледі. Akademiklerге еркіндіктер беріледі. Сол тек қана бұл менің айтатын. Істеймін десеңіз бүкіл мүмкіншілік бар. Ол мүмкіншіліктің бәрін жоғалту керек. Пайдалану керек. Бір мысал бір ұсыныспен баратын болсаңыз, оң көзбен қарайды. Мынау бола ма, болмай ма? Енді бір не жоқ, ондай барьералар жоқ бізде. Сонда сіздің әрқашанда ұсыныстарыңыз қабылданады, естіледі. Естіледі, қабылданады деп айта алмаймын, но оң көзбен қарайды. Енді мен бір ұсыныс жасаймын, оған егер университеттің ресурстары жетпейтін болса, енді оны қалай қабылдайды. Енді өзіңіздің академиялық өміріңізде, сабақ беру тәжірибеңізде бір қызықты, ерекше оқиғаны айтып бере аласыз ба студенттермен? Енді сабақ бергеннің өзі қызық қой. Енді бұлай айтайын. Мұғалім болғаны бір өте қиын жұмыс. Істеймін деген адамға. Ол сондайда бір әр сабаққа кіргенде біз бір кино түсіреміз негізі. Бір актер сияқтысыз да сабаққа кіресіз 25-30 оқушы. И соның сценарийосын өзіміз жазамыз, келмей отырып. Режиссері өзіміз, актері өзіміз. Кино сияқты қателестім, мына жеріне кірпіп таста деген де жоқ. И сабақта түрлі нелер болады оқушылармен. Бірақ маған ең қатты ұнайтыны сабақта түсіндіресіз. Сосын бір неге келеді, мен оны сезінем, қазір келеді деймін. Сосын соңғы сөзді айтқаннан кейін класстан деген бір сигнализация қосылады ғой. Ол өте күшті. Мен айтам, скоро келе атыр деймін класста. Студенттермен жұмыс істеген қызық қой негізі. Жаңа ұрпақ болған соң, жас ұрпақ болған соң, өзіңізде бір үйренетін студенттерден өзіңізге алатын, сіңіретін бойынан қандай бір ерекшеліктері бар? Енді студенттерді бізге үйретеді ғой. Адаммен қалай жұмыс істеу керек екенін біз сол жерде көреміз. Өйткені біз
көп сыртқа шықпаймыз былай. Поляда жүретін адам емеспіз ғой. Неге? Азанда кірес, кешке дейін студенттермен жұмыс істейміз. Әрқайсының мінезі басқа, әрқайсының психологиясы басқа. Оларды көріп біз өзіміз неге уже психолог сияқты болдық десек дұрыс болады. Иә, енді мұғалім болғансын жартылай психолог та боласыз. Айтпаңыз. Студенттермен, жастармен істеу менің ойымша ол қиын да, бір жағынан қызық та, бір жағынан үйренетін көп нәрсеңіз де бар. Иә, енді мысалы кейде бір сұрақ қоясыз, олар өздері бір күшті жауап береді де, оларды тыңдау керек. Күтпеген жерден. Иә, күтпеген жерден бір өздері бір аналитик жасайды оқушылардың. Өзіңізге жаңа факт ашасыз. Иә, солай. Бір қызықты оқиға болды ма? Қызықты оқиға. Мүмкін бір есіңізде қалып қалған, анда-санда есіңізге түсіретін, күліп алатын. Енді бар да, оны қазір айтпай қойын. Жақсы. Құпия ретінде қалдырғыңыз келеді. Жақсы. Сізді оқыту, зерттеу шеңберінен тыс басқа жерден қызықты бір ерекше жобаларыңыз бар ма? Мүмкін қазір сол жобаны бастайын деп жатырсыз. Енді қазір нелер? Оқытудан басқа. Оқытудан басқа бір жобам бар, ол да оқыту. Ол да оқыту. Енді неміз бар, бір әріптестермен бір жобамыз бар. Мына Қаскелеңде болғандықтан, Қаскелең әлеуметтік экономикалық дамуына қалай үлес қосамыз, именно Қаскелең. Сондай бір ой пікіріміз бар. Оны қазір әлі? Иә, әлі нетіп жатырмыз, талқылап жатырмыз бұйыртса. Тоже студенттер емес. Студенттер емес, кәсіпкерлер. Мүмкін оларға өзіміздің білімімізді жеткізетін бір платформаны жасап, тегін консультация беру де болады. Сондай, бір өзіміздің нелеріміз бар да, пландарымыз бар, иншалла, бұйыртса. Өзіңізді бір ойлайсыз ба, 5 жылдан кейін, мысалы, қайда көрем өзімді, қай жерде көрем деп? Ойыңыз бар ма? Мүмкін 5 жылдан кейін тағы өзімді болатын шығармын деймін. Пенсия. Өмірім ізгімен байланысты десеңізші. Иә. Сіздің арманыңыз бен мақсаттарыңыз бар ма? Нені армандайсыз? Нені мақсат ретінде алға ұмтыласыз? Арман мақсат дегенде көп арманыма жеттім десем болады. Арман ұстаз болу, сабақ беру, балаларға білім беру, балаларды тәрбиелеу. 30 жылға жақын болды, сол саладамын, өз-өзіме ризамын. Басқа мақсатым дегенде енді жеке өмірімнен енді балаларым бар, сол балаларды бұйыртса жақсылап білімдерін алып, ұядан ұшырсам жақсы болады. Сол көп нем жоқ. Сізге тілейміз. Сіз өзіңіздің мансаптағы ең маңызды жетістіктеріңіз, ол қайсы зерттеулер, қандай зерттеулер, немесе жобалар болды? Мен айттым ғой, осы уақытқа дейін мен тек қана немен айналастым? Сабақ берумен. Зерттеу жұмысына көп кіріскен жоқпын. Енді уақытысы келді, осы жыл. Иә, бар, проекттерім бар. Осы уақыттан кейін көп сабақ бермеймін, уже денсаулықта келмеді, шаршаймын неде сабақта. Кішкене немен, жобалармен, мына ғылым саласымен жұмыс істейін деген ойым бар. Көп ол салаға нете алмадым. Факультетте әкімшілік жұмыстары болды, координатор жұмыстары болды, бәріне бұлай кірістім де, ана зерттеу саласына көп уақыт болмады. Иншалла, келешекте. Күтеміз ағай, зерттеулеріңізді, амандық болса. Иншалла. Егер сіз келген уақытта, немесе дәуірде оқу сабақтарын өткізе алсаңыз, қай дәуір болатын еді? 94 жыл десем дұрыс болатын шығар. Өйткені ол өте
Енді мұғалім болған бірінші жылы Қазақстан тәуелсіздігіне жаңадан алған кейбір мүмкіншіліктері шектеулі еді. Мына лицейді бастадық. Мектептің жөндеу жұмыстары аяқталмай біз сабаққа кірдік. Не жоқ, студенттерде парта жоқ, бізде тақта жоқ, стол жоқ, ештеңке құр стройканың ішінде сабақ беруге. Ең қызығы сол ғой. Ең қызығы сол. Мен балаларды түсінбеймін, олар мені түсінбейді, оларға ағылшын тілі үйретпейді. Сағынасыз сол тілдерді? Иә, кейде қызық, адамның табиғаты қызық, сондай қиын сәттер адамның есінде жақсы қалады, оларды сағынады екен. Есіңізге түсіріп, сол моменттерді сағынып. Сосын ойламайсыз ба, қайтадан оқушыларға оралсам екен деп? Оқушылық кезіме ме? Иә. Жоқ. Жоқ, ол оқушы болғаны қиын. Негізі қалай ойлайсыз? Кімдермен жеңілдірек? Оқушылармен бе, немесе студенттермен бе жұмыс істеу? Әрине, студенттер ғой. Студенттер енді біздекілер 18 жастан асқан кішкене осы өмірді білетін бала емес ғой, балалармен жұмыс істегені басқаша. Енді нелермен, мектеп балалармен жұмыс істесеңіз, ол жерде олардың жасы, табиғаты басқаша ғой. Уже басым нелермен оған шыдай алмайды екен, қиын. Сол үшін мен мектеп мұғалімдеріне алғыс айтамын, өте қиын жұмыс атқарып жатыр. Өзіңіз енді студенттерге беретін 3 кеңесіңіз бар ма? 3 кеңес? 3 сөзбен айтып жіберсеңіз, қандай кеңес берер едіңіз? 3 сөз емес, 3 сөйлеммен айтып, 3 сөз келмеді. Әке шешелерінің қадірінді біліңдер, келешекке инвестиция жасаңдар білім саласында. Үшіншісі, рухани жағынан өздеріңізді дамытыңдар. Керемет ағай. Рахмет сізге. Кеңестеріңізде студенттердің құлағына алтын сырға деп. Иншалла. Айтайын, сіздің сұхбатыңызға өте рахмет. Алғашқы қонағы болып келгеніңіз үшін де ерекше бір момент деп ойлаймын. Сізге күшті, керемет зерттеулер тілеймін. Иншалла. Рахмет шақырғандарыңызға. Сізге үлкен рахмет.